Сәлем достар, бүгін сіздерге өте дәмді қытырлақ баялды қосылған ерекше салат дайындап көрсететін боламын. Каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Салаттың етін дайындаймыз. Ұзынша етіп туралған етті қызып тұрған сұйық майға салып, тұз себеміз. Қалауыңызша дәмдеуіш сепсеңіз болады. Соя тұздығын қосып, аз ғана су құйып, араластырып, қуырып аламыз. Ет піскенше бұқтыратын боламыз. Тәтті бұрышты жегенге ыңғайлы етіп осылай тураймыз. Піскен етімізге қосып 2 минуттай ғана қуырып аламыз. Баялдыны осылай ірі бөліктерге бөлеміз. Кеңірек ыдысымызға салып, жүгері крахмалын қосамыз. Жақсылап араластырып, қызып тұрған сұйық майға қуырып аламыз. Осылай қызарғанша қуырып аламыз. Майды көбірек құйыңыздар, баялды майды көбірек сіңіреді. Баялды піскеннен соң қағаз майлыққа қойып аламыз. Қызанақты жегенге ыңғайлы етіп тураймыз. Балғын қиярды турап шығамыз. Жақсылап жуылған руккола аскөгін жегенге ыңғайлы етіп тураймыз. Салат жапырағын немесе басқа да аскөктерін қолдансаңыз болады. Татымына қарай тұз қосып, бағана қуырған ет пен тәтті бұрышымызды қосып, кішкене ғана гранат соусын қосамыз және свит чили кисло-сладкий соусын қосып, жақсылап араластырамыз. Бетіне қуырылған баялдымызды қойып шығамыз. Әсемдік ретінде күнжіт септім. Мінекей салатымыз дайын. Алдағы уақытта жаңа видеолар жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, поделиться етіп қойыңыздар. Жаңа видеода кездескенше.